1993 жылы мен алғаш рет жеке медициналық қызмет көрсетуге рұқсат алдым. Сол уақыттан бері жұмыс істеп келеміз. Медициналық орталықтың орнын кеңейтуге, яғни үшінші ғимаратқа қаржымыз болмады. Мен банкке жүгінуді ойладым. Біздің бизнес жоспарымызды даму кәсіпкерлік қорына жіберді. Олар жобамызды қарап субсидиялауға рұқсат берді. Мен үшін тиімді сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайызы 8,7 болды. Ал қалған 5,8 пайызын даму кәсіпкерлікті дамыту қоры субсидиялады. Үнемделген қаржыға осында қоюды жоспарлаған медициналық құрал жабдықтар сатып алдық. Бұл әрине бизнесті дамытуға бағытталған мемлекеттің нақты көмегі.